4-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Диюдың құтылмастай қолына түскен кәрі сәудегер өлімнен құтылып, өлімнен құтқаруға себепші болған 3 жолаушыға да, құтқарған Диюға да алғысты айта-айта еліне аман сау келіпті. Мұны осымен аяқтап, енді балықшының әңгімесін бастайын. Ол бұл айтқан әңгімеден әлде қайда қызық та, мағыналы да, және өзіңіздей патшалардың басынан өткізген уақиғасы, деді Шахаризада. Патша, қызық болса, соны баста, деді. Шахаризада бойы үйреніп келе жатқан патшасына наздана, таяу, бір тізерлеп жағын сүйей отырып, әңгімені бастады. Бір балықшы кәудіреген шал екен, ұлы бақытты патшам. Дүниесі молдығынан кісі балықшы бола ма? Байдың малы көбейген сайын, кедейдің саны көбейіп келе жатқан заман емес пе? Соның бірі болыпты. Оның 2 ұлы, 1 кемпірі бар еді. Өмірі дарияның жағасында өткен болатын. Өмірлік кесібі балық аулау. Бірақ оның судағы үлесі де өлшеулі. Күніне барып 4 рет торын тастайды екен. Сол 4 ретте 4 балық қана ілініп, 4 кісі тамақ қылар еді. Онан артық шал да салмайды, салғанмен балық та түспейді. Құдайдың пешенесіне жазған несібесі сол-ақ. Бір күні шал торын көтеріп, дарияның жиегіне келді де, әдетімен торын суға тастады. Көп ұзамай-ақ бір нәрсе ілінгендей болып, тордың қалтқылары суға батты. Шал торын қанша тартса да, күндегідей оңайлықпен шетке келе қоймады. Өте ауыр бір зат. Балықшының ойы, үлкен үміттің ойы қырына шауып, үлкен балықтан да меленді. Ол суға түсіп, ілінген затты көрді. Балық емес, торға оралып қалып, сасып, суға жейдіген бір есектің өлімтігі екен. Оны көріп қатты реніш тартты шал. Құдай-ау, бұл қандай тағдырың? Осынша байлығы мол дүниенің үлесінен маған тиетіні 4-ақ шабақ. Ол дүниеде жасап отырған адам баласының ешқайсынан кем емес, 4 кісінің үнемі емес пе? Бар өмірімді осы дарияны жағалаумен өткізсем де, беретінің солақ болған соң, басқаңнан үміт еткенді тіпті ұмытып-ақ кеттім ғой. Енді бүгін келіп, соның бірінің орнына арам өлген есектің өлімтігін орауын қалай, деп күйіп пісті. Есектің өлімтігін әрең жазып, торын суға тағы тастады. Азырақ отырған соң, шалдың торына тағы бір нәрсе ілінгендей болып, қалтқылары суға батып кетті. Жиекте тұрып, шалдың тартқанына боларлық емес, өте ауыр. Тағы тәтті үміт ду ете қалды. Құдайға налыған зарым жетсе керек, ол мені де құлым деп бір үлкен балық іліндіруге тиіс, деген қуанышпен шал суға түсті. Тордағы оралып тұрған зат құм топыраққа толған бір ескі құмыра болып шықты. Оны көріп, бұрынғыдан да артық ауыр қайғы басып, бір ауыз бәйіт айтты. Алтын күміс толтырған торға ілініп бұл көзе, су қызыры кез келіп, бай болмаймын мен неге, деп құмыраны быт-шыт қылып сындырып, суға лақтырды. Торын қайта суға тастады. Тастасымен-ақ тағы бір нәрсе ілінді. Алып қараса, салқам-салқамы шығып, су сіңді болып шіріген кебеже. Ішін сынған кесе, аяқ, шөміш, қасық сияқты заттармен толтырыпты. Өзі ренжіп тұрған балықшы кебежеге қарап, «Сен де мен сияқты сорлы кебеже боларсың. Сен қатыны көп байдың үйінің сойқан ұрыс қағысында қирап, талқанданған аяқ табағын жинап, суға түстің-ау, Не сәудегердің жиылып, су жағасында істеген көңіл көтеруінен кейін ұрыс төбелесінде қирап қалып, суға түскен бір сорлы боларсың. Сондықтан сорлы болып отырған менің торыма оралдың ғой», деп тағы бір ауыз бәйіт айтты. Кенеуі кеткен бір жұмыс, кіжінгенмен келер ме? Қолында жоқ дүниені сұраумен Құдай берер ме? Деп басын көкке көтеріп, «Ей Құдай, өмірлік кесібім күніне суға 4-ақ рет тор салу ет. Енді қалғаны ең соңғы бір реті. Мұны да зор үмітпен тастағалы тұрмын. Берерің бір балық болса, 3 адамның аш қалғаны. Тағдырыңа бас байлаулы бәндең болған соң, көнбеске лажым қайсы», деп торын суға тастады. Көп ұзамай бір ауыр нәрсе ілінгендей болды. Алып қараса, бір мұз құмыра. Аузына әлдегімнің мөрін басып тығындаған. Оның мөрі сөрінің не екенін қарайтын шалма. «Енді бір нәрсеге қолың жеткен болар», деді шал өзіне, терлеп тепшіп, тістеніп,
көзені жиекке сүйрей жүріп. Бұл, деді ол. Ішінде еш нәрсе болмаған күнде де сыртындағы мыс көзе базарға 8 теңге болады. Олай болса, өмір ішінде менің қолыма тұтас тиген байлық. Әлі де болса, аузын ашқаным жоқ. Егер аша қалған күнде ішінде де бір зат болуы мүмкін. Үмітсіз шайтан болсын, деп қуанды балықшы. Жиекке шығарып, тығынды пышағымен шұқып ашты да жерге төңкерді. Құмырадан сауылдап еш нәрсе төгіле қоймады. Қайтадан аузын жоғары көтергенде бір будақтаған көк түтін шықты да көкке көтеріле берді. Аяғы құмырадан үзіле, бара-бара түйдектеліп, маңдайынан түтіні бұрқыраған, бойы көкке тіреу болғандай бір дию пайда бола қалды. Оны көргенде балықшы жел соққан ағаштың жапырағындай қалтырап кетті. Қорыққаны сонша, сыртқа шыққан демін ішіне тарта алмады. Ол дию алдында тұрған шалды көріп, «Құдайдың барлығына да, сенің пайғамбарлығыңа да сендім, тақсыр Сүлеймен. Ей, Құдайдың пайғамбары, әрі жер жүзінің патшасы, мені өлтіре көрме, тақсыр. Мұнан бұлай не істесең, соныңа көнейін, тақсыр», деп аяғына тәу етіп, жалбарына берді. Бұған шалда таңырқап, «Дию-ау, сенің бұл не деп тұрған сандырағың?» деді. «Сізге жалбарынып тұрғаным ғой, тақсыр Сүлеймен патша», деді дию. «Сонда мені Сүлеймен пайғамбар деп жалбарынасың ба?» деді шал. «Әрине тақсыр, сіз Сүлеймен болған соң Сүлеймен деймін», деді дию. «Мен сенің қандай есеңгіреген жан екеніңе тіпті түсіне алмай тұрмын», деді балықшы. «Болмаса осыдан 1800 жыл бұрын өліп, сүйегі қурап кеткен Сүлейменді мен деп тұрар ма едің?» Дию балықшыдан мұны естіді де, «Сен Сүлеймен емессің бе?» «Жоқ, қарабасыммен күнімді көре алмай жүріп, Сүлеймен пайғамбармын деп қалай өтірік айтайын?» деді шал. «Олай болса», деді дию, «сенің ажалыңның жеткен жері осы. Алдыңа 3 түрлі өлім салайын. Қалағаныңды таңдап ал. Бірі, кеудеңді басып отырып, басыңды алмадай жұлып алам. Екіншісі, борбайыңнан ұстайым да, бөздей қақ айырып жыртамын. Үшіншісі, көтеріп алам да, қарбыздай жерге қойып жіберемін. Миың тасқа тиген жұмыртқадай мыж-мыж болады», деді. Аяқ астынан тап берген өлімге шал сасайын деді. «Мен сені судан шығардым, ал сен көзеге бүгін түспеген боларсың. Олай болса, көп жылдар бойы қамалып келе жатқан құмыраңның аузын аштым. Соның арқасында жарық дүниенің жүзін көріп тұрсың. Бұл сол қызметімнің сыйыма, бұл не дегенің?» деді жалынышты түспенен. «Бұл сияқты жазаға ұшырауыңа өзің себеп болдың, шалым. Қиқаңды қойып, істеген қызығымды көр», деді дию. «Менің күнәм не?» деді шал. Дию, «Күнәңді айтайын, құлақ сал», деп дию әңгімесін бастады. Балықшы, «Сөйлер болсаң қысқарта сөйле, ұзап кетсең, әңгімең аяқталғанша өлімнен қорқып, жаным шығып кетуге жақын тұр», деді.